Башканы коюп, Манасты айт деген кыргызда бир жакшы сөз бар эмеспи, Кубанова? Анда чындыгында ушул Манастын башталышы жанакы Кытай Караманжунун каны болуп турган ошол мезгилде Алооке деген болгон экен да. Мына ошол мезгилдерде кыргыздарды чаап биякта ордосун ордолоп, ар кимдердин колдорун байлап, канча деген кыргыздарды туш тарапка чачып жүргөн ошол киши болгон экен да. Себеби баягы Манастада айтат эмеспи? Бирөө кетип Бапанга, бирөө тентип Алтайга, бирөө тентип Кангайга, бирөө тентип Беренге, бирөө түшүп кетти Эренге деп. Туура. Бул ошол мезгилдерде Алооке кандын кыргыздар чапкан жери болсо керек да. Туура. Анан эми ушундай Манаста ушундай айтылып келип анан кийин чындыгында өзүнүн жеринен тентип мына ошол мезгилдерде Акбалта менен Жакып хан ошол кездерде Алтайга кетет эмеспи? Туура. Калгандарын ол жолу ошол убактарда кыргыздарды айрымдарын күн көрүп дегендей, айрымдарын кыздарды, айрымдарын кул кылып дегендей ошол мезгилдерде Алооке хан далай ошол убактарда кыргыздарга күн көрсөтпөй кыргын чалган экен. Туура. Ошо Манасты айтылышта ушул негизи ушундан башталабы негизи? Негизи эми залкар манасчылар айтканда ар кимдер чоң манасчылар Манастын тегинен бери келип, анан ушул жерде аябай көрсөтүп Манастын Алтайда төрөлгөнү, Алтайга эмне барганын айтып келип туруп, анан кийин эмне үчүн Алтайга Манас төрөлүп калды дегенден анан ошо Алооке чаап, анан ошо атасын Жакыпты, Акбалтаны калган кыргыз элин ошакка кууп барып, булар эми бириксе болбойт, бөлүп туралы деп анан Алтайга алып барган экен Жакып ханды. Ошол жерден анан айтышчу манастар. Менин аталарым деле чоң манасчылар болгон, элге таанымал Кубан Алмабеков деген манасчы. Мен чоң атам Алмабек манасчы өзү филармонияда солист манасчы болуп баштаган киши. Калгакиевдин учурунда 30-33 жылдары Саакбай атаман мурун барган экен. Анан мен эми өз атамды да угуп калдым, манас айтканын Касмал атабыз. Эми негизи биздин тукумда бар эле айтып жүрөт, бирок Касмал атабыз ошо кичинекейинен 6-7 жашынан айтып, а киши дагы жакшы айтчу, аябай көп айтты Манастычы. Күндөп түндөп айткандарына күбө болуп жүрдүм мен. Анан өзүң айткандай, момундай азыр журт кыйналып турганда, элибиз кыйналып турганда, ушундай акыбалда көп айтылганда Манасчы. Ушундай оорудан сактап Манастын арбагы элди. Журтту сактаган баарыбыз эле огудай колдо, о Манас атабыз колдо дейбиз да. Ошон үчүн мен ойлойм да, ошо бүгүн дагы ушу берген передачаңар жакшы болуп атат. Мына бул илдет деле кетет. Жакшы болуп калды. Мен түптөн келдим. Өзүм ушу дарыгермин. Көчө жакшы кабар болду. Биздеки эки бала кичине ооруп атты эле, айыгып үйүнө чыгардык. Биз ойлойбуз ушу кыргыз эли деген келечеги кең болсо экен, балдарыбыз оорубас экен, журтубуз деген ар дайым жакшылыкта жүрсү экен деп айтсакпы деп атам да бүгүн Манасты. Эми Кубанова менен сиз чоң аталарыңыздан бери Манасты деп атпайсызбы? Анан өзүңүз да канча жылдан бери Манас айтып келатасыз, туурабы? Ооба. Эми Манасты кээ бир адамдар бир аян катарында, жосо түш көрүп дегенде айтат экен. Кээ бир ушул кандан келаткан, сиз айткандай ата бабалардан келаткан балким дагы бир агым болсо керек деп ойлойм да ушул. Эми биздин тукумда ушу түштө эле көрүп айтабыз, анан кийин бирок ушу тукумубуздан укумдан тукумга келаткан экен ушу Манас айтыпчы. Биздин тукумда мына мен 5-чи болуп айтып атам муунда. Кубан Алмабеков, Касмалы, ашы мына мен деп мындайча айткандачы. Анан дагы айткан балдарыбыз бар. Башка деле манасчылар илгери барган экен, 39-жылы барганда ошо манасчылар, залкар манасчылар барганда, ошонун ичинде менин чоң атам да барган экен. Бул Саакбай атабыз барган ошондо. Анан Сагынбай атабыздын баласы барган. Өзүңөр билесиңер. Тиги Манас айтып 39-жылы. Анан ошолордун баары мындай талдап көрсөк, булар эми укумдан тукумга айтып келаткан манасчылар экен да. Ошондо ойлойм. Анан эми кыргыз эли деген баягы дагы кайталап кетким келет. Ушундай оор акыбалда Манас көп айтылган. Элдер могу жаманчылык чыгып кетсин, ушундай оорулар чыгып кетсин, эл ичинде оору болбосун, журт ичинде жакшылык болсун, мал ылаңдабасын деген кептер болгонда, ошон үчүн Манасты айтырышкан экен да илгери.
төлгө кылып. Биздин атабыз менеки Саякбай Каралаев деп атпайбызбы? 20-кылымдын гомери депчи. Мына ушул киши дагы жанагы согуш учурунда улатам экен согуш мезгилдеринде. Көпчүлүк элди кыргыз элин ушул күч кубат берип, манас айтып, дем берип дегенде ушул вакыттарда. Айрыкча ушул мезгилдерде Тайторун чапкан жерин көбүрөөк айткан экен да. Анан эл ошондон кийин каниет алып, өзүнчө бир руху, духу көтөрүп дегендей кыргыз элинин. Кандайдыр манас айткан мезгилдерде эле баардык адамдар угуп атканда ушундай болуп аткан негизичи. Манастын касиети ушунда болсо керек дейм да. Ооба, эми манас атабыздын деген өзү эле манас, Семетей, Сейтек деп үчөөнү айтып жүрбөйбүзбү? Көбүн үч илтик катарында айтып жүрөбүз. Эми деген көбү кабы Саякбай атабыз деген ошо барып туруп манас айтканда илгери тиги согуш учурунда айткан болгон. Москванын алдында айткан деп уккам мен бу кишиничи. Айтканда ошо биздин жоокерлер ушунча угуп шыктанып, анан кийин момундай ичинен күчөп катуу согушка кирген. Анан кийин бул элге жанагы ошо жерде отурган согушуп аткан балдарга аябай шык берип жардам берген да манастын арбагы ошондо. Кээ бирлерине көзүнө көрүнгөн деген да кептер бар. Эми Кубанова менеки манасты жана баштап калдык. Эми манасты жанагы Алтай барган мезгилдерде жанагы Жакып хандын, Манас атанын атасы Чыйырды эне, анан Бактөлөт энелер ошол мезгилдерде бир үчөө бир мезгилде түш көрөт эмеспи? Ооба. Бул манастын төрөлүшү, манастын келиши жөнүндө болот да негизги. Анан эми манаста айтылат, манастын бала чагы. Туурабы? Манастын бала чагы дегендей. Анан манастын жанакындай эрге жетип, анан кийин жанакы өзүнүн айланасында 40 уру кыргыздан чоролор топтошу. Булар өзү Ногой хандын тукумдарынан да. Булар эми манас өзү Ногой хандын тукуму. Баягы түпкү атасы Каракандан тараган деп атпайбы? Анан Ногой хандан анан тарап кетип атпайбы? Ногой хандын баласы Жакып, Жакып манас деп айтат. Эми ар манас чарганда айтат. Бирок эми мен Алтайга барып келдим өзүм. Бир 10-жылы Алтайды республикасында болдум, ошол жерден көрдүм. Өзүм күбө болдум. Ал жерде манас эпосуна байланыштуу көп аттар бар. Азыркыдай эле мына жердин аттарын алсак, суунун аттарын алсак, бүт эле биздин кыргыздын аттары. Мына ат башы деген жер бар. Алардын тилинде башкача айтылат. Же болбосо суунун алсак, эки суу кошулган аялдын аты бул Хатын деген суу бар. Би деген суу бар. Би менен Хатын кошулган, анан Лоп дарыя, жана Оп дарыясы чыгат. Анан айтылат да ошол манастушулардын баарын айтылат экен, ошол жерде болдук. Биз деген жанагы эмне деген жеринен алып барды биздин энебиз 7000 жыл мурун ошо ченге коюлган экен. Ушу кийинки биздин муундар ушуну көрсүн деп жерди казып, энебизди ошо ченге коюп, бул деген кыргыздын ошо ченде мамлекет болгонун түшүндүрөт экен да. Ошолордун баарын көрүп келдик биз. Жанагы эмне деген жер экен, Укок деген жер. Мына Укок деп орустар айтат экен, көрсө Үкөк экен. Үкөктөй кылып 4 бурч кылып казып, анан энебиздин сөөгүн коюп, анан ошо ченде мына биздин маалымат, маданият ушундай болгон балдар. Кийин деген мына бияк жактан Манжу кол салып атат, тияктан Кытай кол салып атат, тияктан Кара Кытай кол салып атат. Ошондо да биз туруштук берип мамлекет болгонбуз. Кийин ушу кийинки муундарга жетсин деп анан жерди казып, ошо ченди кадимкидей жана орусча айтканда вечный мерзлота кылып туруп анан каттырып койгон экен. Ошону көрүп келдик биз. Ошо жерге. Ошондой да Алтай боюнча. Кандай касиеттүү болгон эмес, Анан эми Алтайга барышты, Манас төрөлдү аякта, анан өзүнүн жерин таап келген жери да бар да бияка, туурабы? Ооба, туура. Мына ошол мезгилдерде эң айрыкча кыргыздардын жанагындай аякта сакталып калышына Акбалта атанын негизги ролу чоң экен да, негизичи. Көмөгү чоң экен. Көмөгү чоң. Аякты жерди иштетип, мыйканчылык кылдырып, жана башка маселелерде оокат кылдырган экен да. Момундай кылды. Мына Жакып бай ошонун байыган экен да. Туура. Эгиндерди бир табак эгинди бир тайга сатабыз деп ошол мезгилдерде жанагы Акбалта демилге көтөрүп, элдин баарын эмгекке чакырган кыргыздарды ошол убакта үлүттөгөн. Алып калган жанын ошол убактарда ачкачылыктан. Туура. Мына мезгилдер болгон экен дегеним да. Анан эми турмуш ошентип уланып кете берди. Манас төрөлдү дегендей, анан Манас атабыз эржетип бияка келди дегендей, Туура. Өз жерин тапты дегеним да. Анан эми бул жөнүндө да Манасты айтарсыз өзүңүз дагы. Анан эми Манастан кайсы бир үзүндөрдү айтып берсең деп атасыз. Нойгут менен Ногой бир тууганда. Нойгуттан Акбалта, Ногойдон Манас, Нойгуттан Чубак Манастын эң чыгаан
чоролору болгон, жолдошу болгон Манастын. Акбалтанын баласы. Акбалтанын баласы. Анан Акбалтан деген кыргызды бириктирип, ушу Манасты туу кылып, Манасты чоңойтуп, анан Ала тоогон алып келгендеки мындай өзүнүн милдет катары сезген да кишичи. Адагы кандын баласы болгон. Анан ал көргөн да мурун биз мамлекет болуп, ушу Анжиянда туруп чоң кыргыз каганаты болуп турган тукумдар да булар. Анан ошо тиги молто менен ким келип алоке чаап анан жибергенде ошо күбө болуп барып анан кийин Чийирдини мурун тааныган. Чийирди менен Акбалта дос болгон негизи. Анан Чийирдини өлтүрүп ошо согушта өлөт да Чийирди. Анан кийин жеңесин алып калып атат да. Жакып илгерки шарт боюнчачы. Шакан деген. Шакан өзүнүн аты, жеңесинин аты. Анан кийин баягы аялдын өзүнүн күйөөсүнүн аты Чийирди болгон үчүн Чийирди болуп калган да Манастын энеси. Негизи өзүнүн атасы өзүнүн аты Шакан, Чийирдинин. Анан ошону алып анан кийин тияка барганда Багдөлөттү алып бергенде Акбалтанын энеси "Сен баласы жүрөсүң" депчи. Анан кийин эми Шакандан болсо мына Чийирди да Манас төрөлүп атат. Анан берки Багдөлөт энебизден 6 бала. Жанагы Саак атабыз кат айтат го 6 арам деп анан баарын бакылдатып кыйкырып тигинтип мынтипчи. Анан эми негизи ал учурда ушундай 2 аялдуу болот. Биринчи Манас төрөлөт. Муну сөзсүз айтып коюшубуз керек. Анан эми Манас Башканы урап Манасты айтып атасыңар балдар. Манастан айталы. Элибиз аман эсен болсун, журтубуз аман эсен болсун, оорунун баары чыгып кетсин ушуну менен, жакшылык менен, аманчылык менен жолугуп калалы туугандар. Кимин Алмабеков ай сарала күлүктү, аябайга туу жүгүрдү, эми чыгып калды эле, ай көл Манас батырга эми кирип бар дели, ай көл Манас батырың сонан келсе турбаган, сунган бутун жыйбаган, Алмабек кирип келгенде, келгин батыр келгенде тура калды, төрүнөн мына ошондо кабылган, ай Алмабек батыр кеп айтканда нени айтат, ай көл Манас батырым отура бергин ордуңа, бектен үйдө баргыдай жол бар бекен биз жака, кандан үйдө чыккыдай из бар бекен бир жака, касиеттүү кабылган асылуу бийик тоодайым, агынуу бийигим суудайым, ай көл Манас кабылган аман койсуң кудайым, менин келген себебиң кана батыр не дейсиң? Коңурбайдын кусонур бүгүн учуп туруп, коколоктабын салып, кургу менен жер сабап, канаты менен жел сабап, анамына бир туюп, эмалды чынар белеске, эми конор кусонур, андан учуп отуруп, эрдеңки күнү болгондо, карасынын карасыз, буга конор кусонур, үчүнчү күнү болгондо, камын калмак камын деп, мына ошондо кусонур, Коңурбайдын бүрдөк айга булут жиберип, айдын көзүн нимерип, күнгө булут жиберип, күндүн көзүн нимерип, атаган дүйнө четкибежин калага, эми жетер кусонур, андан кабар бир салар, андан учуп отуруп, өртөгөжүн кабарга, ортобежин калага, эми жетер кусонур, ай көл Манас кабылам, барып кабар бусалар кызы талак куруп, жада качкын кылдың эрчитип, келе жатат бежинге, камын калмак камын деп кабарсалар кусонур, андан учуп отуруп, алдынчы күнү болгондо, түпкү бежин караканга, бубалар каракандын жанында, жана чыккан эсенканга кабарды, эми салар кусонур, камын батыр камын деп кайра буруп отуруп, ушул кезде карасаң эсенкан кызы бурулчу, ажанын кызы бир мыскал, Алмабек мында келет деп кабар салып, бул өтөр жанаң учуп отуруп, кер табылгы жайлоого, атаган дүйнө ал экенин Коңурбай. Ошо кезде ал карасын булкунтуп, ошо жүргөн жулкунтуп, кызы талак кечилдин каны Коңурбай, буга жетер кусонур, камын коңур камын деп, ай көл Манас кабылган, калың колдуң алды деп, бежинди көздөй бет алып, бежинди чаап алмакка келе жатат эми деп кол баштаган Алмабек казыл өзү билет деп, башкалардын улу эле солобонун тукуму сожга тууган, ушуну
жылабаның тұқымы аша чадаға туған ұшыны Алмабек өзі келетеп қабар берер құсыныр айкөл манас қабылан менің айтар кеңесім қана батыр не дейсің айланайын қабылан ұшыға құсыныр менен алдыңдағың Алмабек қош оқуған емес би ажыдардың оқусын қош білген емес би есің қанға бар бергенде есің қан бұйрық бергенде бірінші жылдың ажыдары авердиндің ажыдары ажайып туаң оқуған адағын ұққан чөчуған алдыңдағың алакең 6 жылдың оқуған айланайын қабылан бірінші жылды барғанда алдымен бара бір бардық басын ошо көтеріп судан шығып ажыдары о дегенден оп тартып осынан шығып қалғанда адаңдың көрі дүние жалын шашып момын deyip kaçıp kaldı baldardım altımız bir kalganbız ikinci жылды болгондо 7000 бала bir бардык көлөгүм менен чапканда 7 бала bir калдык 8-нчи жылында 8000 бала bir бардык ошол кезден ажудар адаңдын көрүү дүнүйө оозун ошо көтөрүп суудан чыгып алганда озунан жалын чачканда куйрук менен кысталак огун чачып турганда 8 бала bir калдык ошо 8 балаң içinden алдына турган Алмабек түрі қалған емес бей жадағы тұрған құлсонлар чоқ оқуған емес бей адаңның көрісіп шайдары бұл оқуған емес бей жанағы қойға тарған қара құл ал оқуған емес бей қызы талақ желмоғыз ошо 8 балаң içinde алдыңдағың Алмабек атағана дүние ажайып дуа көбі тұрған сонырдың жайым білет емес бей етегіне дүние ұшу тұрған қоңырбай қойып қойған чеңгір шұлқа ава менен ұшчеле ашып көзді жұмғанда барып қавар салып тұр челе айға бұлыт жіберичі айдың көзін имеричі күнге бұлыт жіберичі қоңырбай құсыныр күндің көзін мерече алыстан жоны көргенде атып шығып аспанға анамын адегиже ұшып жетіп бара челе қавар салып ал челе соныр менен жаннаша мен барайын чалғынға қандай дейсің қабылан деушентіп қалғандам ошо кезде кабылам бура тартып алдыми эми сөзүн салдыми айланайын алла кең ал тарыштуу безиндин жолун билген өзүңсүң селта же тарыштуу безиндин жолун билген өзүңсүң бар десең баргын батыр деп абада жылдыз жол болсун батыр жолуң оң болсун авада жылдыз түз болсун айланайын қабылан сайған жолуң жүз болсун деушентип қалғандамын ошондоң алакең баяғы қаны кей қаны сүйінді тағана дүние жүгінді кен қол кен тылыс жырғап жатқан жерімді адаңдың көрі дүние күндізі қымыз түні қыз болып атқан кезінде үш қайты бек айты ақбалтаның чуағы барып қалсаң безіңге ала баршы деп айтты ошондо берген адам айланайын қабылан салбасын артынан менен бара менин айтар кеңешим арыстан батыр не дейсің айланайын қабылан ағынып қатты судайым арсу биік тодайым айкөл манас қабылан сенің аман қойсын құдайым ал тарыштуу чоң безин жолу катал эле деп же тарыштуу безиндин бели катат эле деп кайра жылкың алганда кайрылып колду салганды
алу кенің қоңырбай алғарасын алқынтып артыман жетіп қалғанда ұшу тұрған чуақты чунақтаған чунақты артыма салып таштайын жолдос қылып алайын көк аласың мінсін деп көкжал чуақ жүрсін деп Башқадан берген төштікті әтәған дүние елемандың ертекстік Евегейсіз серекен жеті жаны бар екен жеті жылы қыз талақ жер алдына түскенде алышып жүріп ошонду қара дөменен алышып ошо кезде қыз талақ жалғыз жаны қалған құл қасиеттің ер ошо қасиетті бел ошо елемандың ертештік чалқұйрықты мінсінде чалынға ошо жүргенде алдындағы чалқұйрық алты жаны бар ошо айбай күллік мал ошо жеті жаны бар ошо жебедей күллік мал ошо жылқыны қайра қартында артынан наны салайын чубак менен төштікті бір сынығы салайын анан кейін бір қандан айкөл манас қабылан мен чалғынға барайын қандай дейсің батыр деп сөзді айтшы сөздің ақыры деп Алмабек айтып қалғанда ушу кезді қабылан бізге сайған имедей чөчіп кетті қайран шер қойғын алман қойғын деп бұл сөзіңді қойғын деп менің айтар кеңесім арыстан алма не дейсің ұшыңе кеше сен жолықсың сөз талашып ал желе екі батыр жолықса жол талашып қал желе ақ балтаның чуағы аздан туған будағы алдыңдағы айкөлдің жанда жүрген ынағы адағандың баласы сен дағандың баласы айсарала көлікті ардақтап тоқып бер албайды бедерлі құмған қолға алып бел жүгі үшін бұл албайды айланайын алаке ара жолғы барғанда жол талашып албасың қайғылға кетіп барасың қақпаушы тұрған қырық чоро қалағаның алғын деп сатып ийсең ұлбұлы жоқ өлтіріп қойсаң күні жоқ алдыңдағы қырық чоро қалағаның алғын деп ушу тұрған чуақты маға қойып салғын деп осы кезде Алмабек тәнің үгіп қалғанда баш бармағын алды еле жара чалап қалды еле қасиетті қайран шер башын жайқап алды еле атаңның көру дүние нөбіттен шыққан бұл чубак қызы талақ қыз талақ ең артыман түсіп албасың қызы талақ тайғұл жолды бастап алды деп аламатты салбасың мұның ойға ойлап батыр деп ұшу кезде кеп айтқанда қабылдан ұшу тұрған чубақты маға қойчу деп айтты болды батыр болды деп сөзің сенің толды деп қасиетті қамбана сен айтқандай болсын деп анда қайрақ кеп айтқанда нен айтады келесімді қайғылғы кереметті батырлар атағана дүние бара тұрған кез келді айкөл манас қабылан менің жолым қатал жол бірінің жолы бешарал бірсе бірін чалайын бірінің жолын чалдым деп қайра келіп бұрылып өзіңің айтып қалайын андай болса қабылан өзіңден берген сырғақты ұлақ қандың сырғағы қара мілтем оғындай қату тиген құл еле түн ішінде жүргенде түлкі ізінен жаңылбас қараңғыда жүргенде қарсақ ізден жаңылбас мұндайға құл ішіне сырғақтан башқа табылбас қасиетті жан ошо атқа жеңіл тайға чақ қасиетті бал ошо айланайын қабылан анда көкше бичім мінсінде көбатаң байғұлап ошо жолға жүрсінде өзіңін берген сырғақты қасиетті шұнақты деп ушентіп кеп айтып айланайын қабылан ем айтайын кебімде кебімнің башы мұндай деп қандай кметында деп ошо бесіндің жолын чалармын
қолыман келсе мен ожо езен қансын қанына барып кезге өзім қалармын атаған дүние шымбұлтың киермін жарымған Қытайдың шымбұлтын бар еле азғана тамаяғы қанғамен қойғанды қатып қойған жай еле тұғыт үлкен алғанда үңгіден ұшың алармын шымбұлтыңды кигенде есен қандың алдына ошу батыр болып барармын балта керің қанша деп найза керің қанша деп айкөлман қабылан мұндай есеп алармын көзгөң атқан мергенден қарасуның бойында қанша мерген тұрат деп бері тарта бергенде қоңырбайдың жолында қанша найза тұрат деп ұшының барын алармын алтын баш қалем сап емей қолғы алармын айбай жазып салармын атаған дүние мұндай қылбасам қантып алам бежінді айланайын қабылан деушін түпке айтады қайра бері тартқанда жылқыны бері қайырғанда қара суның бойында жатса келек жоңғалшаны сайғанда сені көздей сақ жылқыны салғанда айланайын қабылан келішімді чоңгүлік өзімізден керек чоңгүлік үйірі бар жылқыға Қырғыздан барған қарқырадан жансаң жылқы, Қытайдардың көп жылқы, бері бастап келгенге қасиетті мал екен, Ажыбайдың қат күрің жарай тұрған мал екен, 6 жаны бар екен, айбай күллік мал екен, 7 жаны бар екен, жебедей күллік мал екен, атағана дүние 60 сасы болса да, азысын салып чайқабайды, ұшу қырап тұрсаң талақ, қат күріңге жетпейді дейді, келісімді күрің ат, башын жерге салар деп, Манаста ұрған салғанда, атағанда дүние, талазды көздей бет алып, ұшу жылқы барысын, өзі қошу бастап алар деп, ұшу тұрған күрің ат, Ажыбайдың күрің ат, айланайын қабылан, ұшыны баға алып бер, өзің сұрап бергін деп, келісімді күрің ат, жарап берер ұшуғы, байқап жүрген басыман. Ажыбайдың қарт күрің, айланайын қабылын, айғыр қойып атпышқан келесімді мал ұшу, ал тобыл үйірдің бастап ал шумал екен, қамбар ата мал екен, түн ішінде жүргенді маңдайында шамы бар, қату шырқап алғанда шамалдай болған, жады бар, манастап чапсаң елірген, мамының басын кемірген, күнді чапса, қырғыздап чапсаң елірген, қырғачыға бергенде ошоға да қарасаң қырғызды өрдей салғанда жалғыз өзің елірген саң жылқыны баштасын айланайын қабылаң Ажыбайдың күрең ат алып берген маға деп кеп сұрады кеп сұрап алман қалды еле мындай сөзді салғанда гүллі биді қабылан билли биді қабылан айланайын алаке қасиетті жан тұрап бақайға ақырын сүйіліп қалды ме әдәнайын абаке ұшу тұрған қалмағым ұшу тұрған қытайым қара дінден ақ болғың келмеге теле тақ болғың қандайсың жан екен байқап қойшы мұны деп ақырын сүйіліп бек таштап ұшу кезде қабылан еме тұрды кеп таштап бері келгін деп айтып ошонда Чалыбайдың ұлысын гүлдердің ұлы Чалыбай бері келген батыр деп азағана Манастың Манастың орында екі қолы борында салам айтып Манасқа жүрісі кирип келделі ұшу кезде қарасаң гүлдердің ұлы Чалыбай ұққан сөзім ұшындай Манастың намері ажы кеме бар деді, азырға бар сал деді, жаныңа қалаған чорың ал деді, ұшу кездегі айтады, айланайын ұбып Чалыбай, барып тұрып ажыке, ұшу тұрған күрің ат, күчім беріп тұрсын де, безінге бар жүгіріңді, ай көллөзім кірем деп, алып келсін маға деп, қабар беріп қалды еле, ұшу кездегі қыресің, қамбар менің Чалыбай, айтқанына шаттанып, ұшу қалдың аттанып, абыр жабыр атты оқу, анамына дегенше келіп алып атты оқу, ашып көзді жұмғанша жетіп барды ажыға салам айтып кірделі үйге чору келгенде.
Адыкен аттырбай аны білдейле, миығымнан күлдейле. Сақ саламат барсың бе, саламат аман жансың бе, айланайын ажеке қасиетті қансың бе. Ушу тұрған еліңдің барың аман жатабы, безінге алған қолыңдың саның аман жатабы. Ушу тұрған қолыңдан ушу тұрған жеріңе, айкөл манас батырың сізге бізді жіберді. Біз білбеген мал екен, көріп жүрген күллікті қату мақтап салды ғой. Айкөл манас алдында қарт күреңдеген күллікті алты жаны бар деді. Безінге малшы мал деді, жеті жаны бар деді. Ушу тұрған күрең ат қамбар атамал деді. Қалың жылқы тұс келсе баштап алар шағы дейді. Айланайын ажеке беріп тұрсын майын деп сұрап қалды. Бай көлің айтты сөздің жайын деп екі жорық айрылды. Мұны жындың әжібай, мұны жындың әжібай, күлкісі шығып қалды еле. Қалғадай қашқа теш, қалайықтан басқа теш, ажыбайсың туғаныңан, эми шығып қалды шу. Ödəngdin görü dünyayı, turra qalıb ordunan, gelgele batır gelgiyle, canıma gelip oturup, dam satıp bergiyle, aylanayın almağan, adımdı bilgen jayından, qalıb ketsin najike, uşu turgan, almağdın özünün qana жүрген, jayынан әрәмел сүңгірің at, берерге келген кездеге, аң өліп қалсақ оқыстан, бір байталдың тезеге, адымды берген затынан, айланайын Алмабектеген атынан, ұшып тұрған күрең ат, келишімді мал еле, алып келген күреңді деп ошентеп ажекен, қандай қайың елекен, қандай батыр ширекен, ошы отырған күреңдің ел тоқымын алдырып, арып берің ұшында, қарачы сары бұғыл бұлақа, алып келіп суғарып, келіп тұрған чалдырып, еміңінің ұшында бұшытып үй ұшыны, жүгінен салып қошты ұшы, бұшы тұрған чорығы, салып үйде көрдің бі, Şu gezde alı çalıp ayatаңдың көрі дүние, жанында қамбар ерім бар атағана дүние, екі жоры ашығып шашып қалған кез екен, келишімді күреңді алып келді жағынан, ұшу кезде қабылан алтын ұрды қыздалақ. Шығып тұрған кез екен желбегей, ағыл поқты желбегей, жамынып тұрған қабылан жанындағы қамбақай, қамынып тұрған көрдің бі, жана тұрған Алмабек, биліп тұрған көрдің бі, ұшы тұрған күрең ат, белер бекен ажыбай, бербей қой соған теттеп, ойлап тұрған алла кен көрдің бі, қандай жан екен, ұшы кезде күрең ат, алып келген кезінде, безінде бар күрең ат, әтаған атын неге, айкөл манас қарады, қарап тұрып манасқа, қар күреңі жарады, келишімді мал тұра, байқабай жүрген тұрбай бе, алты жаны бар тұра, айбай күйлік мал тұра, жеті жаны бар тұра, жебедей күлік мал тұра, ұшытылған күрең ат, еми жарайды деп айтып, обен қылды ұшынды сары серкен алдырып, безінге балшы сырғақтың садағасын чаптырып, емен ұлақ алдырып, қасиетті баланың садағасын чаптырып, қара толпоқ алдырып, кескілетіп жіберіп, ырым қылып ұшынды, айланайын алаке, аттаңғын емі жол болсын, безінге барған ұршыл, айланайын алаке, açılıp жолың оң болсын, барғың алмаңды тайға, тапшырдым сені құдайға, бері болшы деп айтып, ошо кезде қабылан жанындағы. Жанындағы қамбақай, 12 қандың барысы, омейінде ошонду, көтөгөндүн көңгүшүй, келишимди қарысы, Мединадан ағешин, Мекедеги қаңғышо, Хакедеги қаңғыжу, бары тұрып ошондо, бата берип балдарға, узатып мұны қалдылы, дүние, ошо кезде қалаке, айсар алла күллікті, еми
заңға салып алды еле. Айғай шұрқап қалды еле, алдындағы көп жегіш телеге иттеп тегіз қайран сырғақ балаң қыз. Түн ішінде жүргенде түлкі ізінен жаңылбас, төменде тұргенде түмен қолға келгенде қайра тартып қалшы емес, қараңғыда жүргенде қарсақ ізден жаңылбас, қасиетті бал еле. 21-де жашы бар, сырғақ деген аты бар, қарға сырғақ қырғағы, қаулан манас сырғағы. Жолға шықты бұдағы, анағына дүние, анын арқа жағынан келісімді күржен ат. Тәғана дүние, айкөллезі баш болып, бітінге бар сөгілікті, емі қата сылап, маңдайынан бір сылап, жалнан алып бір сылап, айланайын қабылан, қолды сіледі, балдар қолды ұлла сілерді, қасиетті құдайға тапшырды мен сілерді, парла демей жолғы деп, ошо кезде қабылан, алты құрсын оқтары, арта салып үстіне, келісімді күреңді, емі бешінді ғана көзді жібердің. Өтіп жата тұрдың, айкөл манас батырдың, қырық шорысың ошынды, бия жақта қырғыл шалға бөлініп, 20 чорың өзінше, ақан чуаққа бөлінген, 20 чорың өзінше, келішімді чоңырды, жұрқа салып алышып, қырғал шал тұрып ошынды, 4 байталды байлады, ақырық чорының барысын, ошо чоңордугу байлады, адаң атат чоң чүкө, будаң атат он чүкө, атып жүрүп чоролор, ошо кезде карасаң, адаңдын көрдүн дүние. Маңдабай жүріп қалып тез ордың атқан чурулур, қаны қапыстағаны қалып бір қадыр жайнақ, шутуар қату шумдар ушулар, төмен жайнақ шутуар, түн ішінде жүргенде түлкі ізінен жаңылбас қиын шыққан ушулар, қарай қойып кеп айтты, ошондо жайнақ қолға алып, Көл қалғанда тумпойду, аңдабай тұрып алдыңар, көбесті қалды қаныңар, мен атам, мен атқанда мұмын тип, зырқыратып бек атам, ұтқан деген ұшындай, қандың атып шығарса, ошолута тұрдыну, дев ошынтип қыз талақ, жаман сөзді қозғоду, ошо кезді қарасаң, қырғыл шалдың тобынан, 20 қошуқ жегіті, толғын чүйкі қармаған, ошо қадыр жайнақ шутуда, жалғыз томпой бір қанды, ошынтип қарап тұрғанда, Ағаррамандың ырчулу, бұл келішімдің әреле, чуақ жақтан туған құл, қасиеттің елеле, адаңдың көрдің үйе, сөзі шоқышы чоро бұл еле, қадыр жақшың атқын чүкөні, деп ошентіп кев айтқанда нен айтат, қалмақ кетті чалғынға, қатың атқын қаныңды, жеткірбегін ошондо, бұл ошо тұрған Кыргыл чалдың қолына, ұшың ордода тиккен малыңды, деп ошентіп қалғанда, ошо кезде кеп айтап, бозыл тұрып нен айтат, арға чандан бір қачан, ордода жөн жүрбей болған сөзді қозғойсың, еме деп өзің оңлойсың, мен кыргыл чалдың чоросу, арға чандан бір қачан, чалға кеткен Алмабек, кыргыл чалдың жолдошу, сенің чоңың ері чубақ орықта қалды, көрдің бі жарабай қалды, чалғынға жасайт бекен қарғынға, арға чандан бір қачан ушу тұрған қырғызға қызмат қылдым мен деді, ушу тұрған чубағың үйде жатып қалды деп, орықта жатып алды деп, біздің батыр Алмабек бүгін чалғын чалды деп, бежінді көзді жөнөді, байқағын неме мұнды деп, кепті мұндай салды еле, эки чоро ошондо ажылдашып қалды эле, сенин досуң Алмабек деп ошентип калганда, ошо озушукту ошо карасаң, атаңдын көрү ырчыл, эми туруп кеп айтат, кызы талак боздул, бери болчу эми деп, бүгүн эле киши болдуңбу, мурун жүрдүң чубакта, чундаңдаган чундакта, касиеттүү батырда, ушундай жамандыган сен кеттиң жанага качкын култунду,
алмаға деп ошентип қалғанда, ошон сөздің ұрғанда, эки чоромомун тип ажылдашып тұрғанда, анда қырыл тұрып кем айтат, қырдан шығып ем айтат, чатаңды қойғын деп, буырдыңды қойдың деп, ушул сөздің ырычул бүгін бізді сойду деп, Алмабек келген біз үшін, чуағың батыр сіз үшін. Деп ошентип қалғанда, чүкөсін таштап ырычул, ана мына дегенче, ачып көзді жұмғанша, ұшып жетіп бар деле. Ушу кезде қарасаң, ақ ұшуаң ақ мана, тәтәғана түнию күндіз күні, тыштаған көгі чөбәк өк мана, қатағана түнию көк жалғыр қыз балдары, түн ішінде тыштаған келешімді, чоңырды уыздары қыздың жасаған келіштіре келтірген, келім бұшып қыстеккен келіштіре бұстеккен, ұшу тұрған чоңырды, Алмабектің чоңырды, дүбігін аны тіктірген, ойнап кірсе чоңырды, үш сөз кеше баттырған, атағана түние, қуғайың тұнуғы, мұна кегір қызылығы, атағана түние ұғына, сен тейсең, аша әрчуақтың ұрдосы ұландаржа, ұншыққан кереге, сен тейсең, атағана түние, келіндірше ұншыққан, мұны шынды вақырып, ұршыл келдің ұшында, нойғыт деп, тұрғын чуақ деп, нойғыт ауыран шақырып, алдындағы гүлігін анамына аштырып, алып беріп, бастырып, ошо кезде қысталақ, аттан түшті секіріп, жүгіріп кірді, ордығы, ошо кезде көрісік, айтағана түние, ақбалтайдың чуағы, арздан туған бұдағы, жатқан екен ұрдоды, қоңырағы, қоштара теп, үдіңдің көрі дүние, ұдай сені ұрды бұ, шошып кетті, қан шуақ, ем ордынан тұрды бұ, үдіңдің көрі ұрчыл, емне болып кетті деп, жосу келіп қалды бұ, жобылоңды манасың тегерек деп, алды бұ, мағаға бар салғын деп, жүріп сені салды бұ, қайда жүрет Алмабек менен қырық жору, қайда жүрет барысы, деп ошентип тұрғанда, атаңның көрі дүние, мұны шындың ырчыл тұрып кеп айтат. Кеп айтқанда нені айтат? Аттанып барсаң аттың бер, алақанна чықсатың бер, айкөл Манас батырдың атаңдағы қошу бер, ұшуға чуақ тұрғын деп, Құдай біздің ұрды деп, ұшу кезде чуағым Алмабек чалғын чалды деп, чуақ бұнда қалды деп, ұшу кепті баштады, ұншықпай мұны қойсом деп, ұрдың атып отырсам, арам өлгім бұзыл, айтпай тақыр баштады, ұлам сөздік таштады, тұрып алып кеп айтад, чуағың ғана деп айтад, шалынға кеткен Алмабек менен жолдошым, сенің батыр чуағың, де адам менен болбосын, жатып қалды барбай деп, қайғыға қодын чалғын чалбай деп, жаман кепті баштады, алдыңдағы ырчулың бүгін жаның кечіп таштады, көзім мінтіп жаштады, ошоның айтып келгенге саға келдім қайрылдып, емне дейсің батыр деп, деген кезден ошонда ең ақбалтаның чуағы, атағана дүние, намысы келген бұдағы, атып тұрдың ордынан, Алмабек чалғын чалды, қачан кеттің Алмабек, атағана дүние, жігітін алды шақырып, ат қайтарған сен кімсің, ат қайтарған сен кімсің, ат қайтарған сен кімсің, азыр келген жаныма, келешімді көгала, тоқып берген қаныңа, деп ошентип қыздалақ, мұны шоңдоған чулақ, еби ананан бергенде, ана мына дегенше, көрікті күлі көгала, атаңның көрі дүние, шұрқағанда бөлінген күліктік
сыны көрінген, манастап жапсаң елірген түні ішінде жүргенде үстіндегі чубақты жөнле сүмедей қылып секірген келісімді мал ұшу кезде көк алаң алып келді току үзеңгі теппе жынды чубағын қырғып мінделе қатын құл қайда кетті деп Алмабек çalgın çaldı ve uşu turgan çuvağın emin orukta mintip kaldı ve de uşun tip kan çuvak kırıktı saldı le atır kaçkın bulga jetpesem ardından sayıp ötpösem kaçkın buldu soybolsam kan tip türü жүрөйін Алмабекті çalgınga mensiz kan tip ketти деп kızı talak bu kalmak kul бұл емнені бұзды деп ödеңнің көрі дүние қолындағы наркескен қошоқ топып қолындағы сырнайза қошоқ алып қолындағы наркескен аса қойып жанына алдындағы көк алла қамшың ұрып ошондо атаған ат дүние нөғіт ауыран салды эле ақ балтаның чубагы жолго чыгып алды эле нөғіттің бары чогулгун кызы талак качкын кул ордоносын жетейин Bizindin yolu beşaral, bir sevirin çalayın, bizindin yolun çaldım deyip, tasta kalgan kaniki, bir kan aytıp barayın, barbay kantip kalayın, bu çalgınga barbasam, aram öldü çuvak deyip, kalın kırgız bizdin el, geptimin tip kılbaybı, kızı talak kaçkın kul, uşu turgan yolumdu, kantip karbayt kolumdu, düğüşündü kız dolu, şu gezden ala keyin anamına degence kalın koldu cüdele, Алмабектің артынан, ошондон атып қана çocuk көп жөнөдүңү ошо кездегі қамбақай қасиетті жан ошо қасиетті манастына қасиеттің олия арқашандан сөзі қалың қырғыз еліне арқашан жеткен жарияң ұшу тұрған қамбақай қырда жүрген кезекен авакен бақай кеп ұғып қолы дүрбөп ататеп ақ балтаның чуағы қолды бұзып жататеп қашқын құл деді алманы қатың аламат салып қалғаны мұның оқып қамбақай башын чайқап ошондо баш бармағын бұздалақ жара чайнап алғаны алдындағы көк тұлпар салып қалды еле қолындағы бүлдірсін қачу чап қалды еле шашып барып Манасқа ордығы кіріп барды еле тұрғын батыр тұрғын деп қылған ишің ұшыл деп арқашаннан бір қашан Алмабек айтсаң ұқпайсың қансыр қақты жібердің ұшу тұрған чубақты емнең үшін ұлғайсың айтып қойсаң болады да ұшу тұрған чубағың қолды бұзды дейділем қолды бұзды чырғағың қолды бұзды чубағың жолды бұзды чубағың чунаңдаған чунағың жолды мінтеп баратат ұшу тұрған Алмабек қашқын құл деп кеп баштап қалмақ құл деп кеп баштап діни басқа құл деді ұшу тұрған чубағың уғар сөзің қабылан бүгін ұшу бұл деді арқашандан бір қашан ақыл айтсам ұқпайсың екі батыр ошонду оруто жолду жолукса бирин бири кырратып бежинди кой кыз талак айкөл Манас батырым ушу турган кыргыздын жолун буup саллатып колун буuп саллатып эте тургунду ушу алдына барган чубактын деген кезде алдырап сүйлөй албай коңтөрө алдыңда турган Манас кеп айта албай калды эле эмне кылам аба деп ошондо Манас шашып калды эле шашкан кезде кеп айтат айланайын абаке катуу жолдун ичинде билип жүргөн өзүңсүң кайран кыргыз элине ар качандан данышман айткан сөзүң бар эле атагың чыгат алыстан ушундай катуу калаба келип турган кезинде өзүң билген акылды берип турчу өзүңсүң айтчы кебиң эмми деп деген кезде абакең унчукпай карап калды эле астындагы ак олпок чече койду кабылан ак олпокту кийгиздеп ушу турган аккуланы мингиздеп ак олпоктон тойдум деп канчу убактын колуна ушу турган сырнайза
қолына берсін найзаны, жолын торап тұршы деп, мен барғанша ушындай қызматымды қылшы деп, ойланайын науаке, айбанпоз азыр келгенше, өйді чапшы батыр деп, сөзің өттір ақыр деп, ушу тұрған чубақа, эми ғана жетші батыр деп. Деусентіп қалғанда, ұққандағың арманда, ұқпағандаң арманда, балдар мұның көбі үшін, көріп келген кеші жоқ, көйті менен еші жоқ, жармы төгін жармы үшін, жаррандардың көді үшін, жанда болған кеші жоқ, жалғаны менен еші жоқ, тағы үшінтіп тұрғанда, мұмытып құдай ұрғанда, өтәғана дүние ауыл пұғын қолғылып, ұшу кезде. Қамбақай, самдағай жетіп бар дейлі, барғанда кебін сал дейлі, ақыласын жетеліп, алдынан шыға қал дейлі, алдынан бақай шыққанда, мұндай кепті көргенді, мұндай ішті көргенді, аламан чапқан, қан шуақ тоқтой тұрған жан екен, алып қарай түшті көрішіп, айланайын науаке, ұшу кезде қамбақай. Ақыла тартып ал дейлі, ақыл қолғың ал дейлі, батыр чуақ бері бол, батыр чуақ бері бол деген кезде қан чуақ еми кепті баштады, шындап көзін жаштады, айланайын науаке қасиетті жан елең. Ошо Манастан чуақ кем біле, же Нойғыттан ноғы ер біле. Емне үшін сілер қордойсыз, емне үшін өзің қордойсың, ұшы Нойғыттың жалғыз баласын. Девір жентіп қаншуақ, ачысу келіп алып, тәңнің көрі дүние, намысы келіп алып, тір алдындағы көк ала, ұшу кезде қаншуақ еме, чап-чап бұрылып, ошынды тізігінен қармап, кеп айтқанда нен айтат, айланайын чубағым сенен, ұшу тұрған уағың, тұрам есте ойлоймын, ұшу қырғыз еліне, қызмат қылған ерелең, қасиетті шерелең, сенде батыр бар елең, қырық шоронын ішінде ең ұқты су чеңелең, бері болшу дегенде, ұшу кезде кеп айтқанда нен айтат, айкөл манас қабылаң қылған еші, ұшу бұ 12-де жолықтым, ақшамбыл белдің бойында, құшақташып өбішіп, бір туғандай көрішіп, қошу жүрдік ошонды ұшу тұрған, Алмабеков Қаникейдің үйінде үш қайтарып кеп айттым, білесің бейбейжінді батыр алма деп айттым, ошо кезде мені қырап, кеп айтқанда нен айтқан, қасиеттің Алмабеков эми кепті деп айтқан, мен бейжінді білбеген, мен бейжінді білбейдім, қантып айтам білбейм деп, қан болғымын бейжінде, бұрық айкөл манас батырға, қан бақай менен Алмабеков айтпағым мұны деп айтқан, ұшу тұрған, Адқорғыл оған қорбанас береле, қалың тұрған қырғызды алып барып бейжінге, метқылываны салвасын, жолды баштап албасын, Алмабеков айтпа мұны деп сұранып менден, қалғандан айтпай жүрім аны деп, өзім жүрім арманда деген сезі бар еле, қайрылып қайра мен айттым, кеп айтқанда нен айттым, қасиеттің Алмабеков барып қалсаң бейжінге, ала баршы мені деп, үш қайтарып сұрандым, ошондо берген уада, қолымды беріп уада бергенле, қашқын құл азыр салған уада, қашқын құлға жетейін, қызы талақ қалмақтың башын кесіп кетейін, же қолынан үлейін, қасиеттің ауасын, қармаға менің қолымды, ашып қойғын жолымды, тоспағын менің жолымды, қармағын қолымды, деп ушентіп қаншуақ қату сөйлеп тұрғанда,
ошо кезде кабылан айман поз бинивдан кайып оболду дуйман кайып өтөгөнө түнү келип калган кез экен чубак менен абакайды көрүп турган кез экен кайратын көрүп чубакты калгадай кашка тиш калайыктан башка тиш кашкайып чыгып калды эле касиеттүү Манас каткырыгын салды эле катуу күлүп алды эле касиеттүү кабылан олдундогу айман пуз атын озун бурду эле эми буруп гана көрөп турду элең. Ак балтайдын чубагы намысыңа келипсең бегала менип желепсең атыңдын озун бура тур асыл батыр чынагым чынаңдаган чубагым айткан сөздүң уга тур бери болчу батыр деп укчу сөздү акыры деп жол билген киши жол билет кол билген биши кол билет адагандын баласы алтарыштуу бежиндин жолун билет Алмамбет жетарыштуу бежиндин колун билет Алмамбет ушу турган Коңурбай алты жолу кыздалак ара бойдун боюнда алты жолу жалгыз өзү сайган кул оңдалысы кең ошо өрөтүбүзган эр ошо кордоо богун батыр деп бери болчуң акыры деп ошо жолуңан ошол болсо да артынан кошо салайын кошуп сени барайын кошпой кантип калайын убадаңар бар болсо убадаңды бузбайын азыр артынан кошо баралы бери болчу чубак деп онан кармап калды элем. Касиеттүү Манас кулунан кармай калганда кичине чубак жаңды эле отур ойгон кыз толок алдын күңөрдүң арбайып озунан түттүн буркурап көзүнүн жолун чуркурап ачы суу келген чубакты бастырып атыр эми деп шаштырып атыр эми деп муну ошондоган чубак ана салып алдындагы айман поз ары бери арыштап жөнөп калды Манас ошо Алмамбет менен сыргактын артынан гана түштү Манас бузук корлор канча экен ушу турган чоронун ичинде канча бузук бар калың кыргыз изинде канча гана бузук бар балам ушуга гана көңүл бур бузукунун сөзү ошентип элди бузат эмеспи бузукунун укпаган куру тобулуктагын ошо кезде Манас мунун барын кеп айтып чубагым бери болгун деп айтып бузук сөздү бузбай жүр жаман сөздү кыйлай жүр айтпагын сөздүн барысын касиеттүү Алмаңа андай кепти кылбагын ушу турган Алмамбет өзүң көрдүң батырым биринен бери тартканда атагана дүнүйө ошол көкчөгө барып жатканда көп күмүскүлдү тартканда бурулуп бизге келгенде ушу турган чыйырды энекемдин эмчегин сол эмчегин эмгенде сүтү чыккан эмеспи оң эмчегин эмгенде сүтү мен оң эмчегин эмгенде сүтү чыккан эмеспи эмчектеш болду ошондон бир тууган болду ошондо кантип калмак деп айттың кантип Кытай деп антип качыңыл деп качан сен айттың аны жалган ким айтты өзүң мындай кепти сен айттың айтпай жүргүн аны деп бери болчу батыр деп касиеттүү жан элең токтой турчу акыр деп алдындагы көк ала ана мына самбылап адагана дүнүйө кара жолду койгулап астындагы айман поз алмышаксый айман поз башын жерге салыптыр башка жашыкка алыптыр адагана дүнүйө сараланы бет алып касиеттүү мал экен буда чуркап алыптыр кетмен туяк кең сору келишимди малашо адагана дүнүйө алты жаны борошо түн ичинде жүргөндө түбөлө шамы жүрөт кулакта адагана дүнүйө шамалдай болуп бөлүнүп ана мына деген чең ачып көзү жумган чач боздөгөнөн тушунан эми жетип барды эле бурулуп кыныгырып калды элең мындай таштай эле ашыгып эми шашпайлы Алмамбет сыргак батырдын кайгылынан баштайлы коштоп алып карт күрөң алдындагы сарала айланайын кайрамал этегене дүнүйө бежинди көздөй салганда кайран алман калган
эми болуп арманда эзеңан кызы бурулжа жары калган эмеспи ата гана дүнүйө энекесиң алтын ай сөгү калган эмеспи толготу энеси тууган чоң бидің жериң ошол эмес белиң ошол эмеспи мына ошондо алакең күнүгүн чечип көпөлүк кууган жери дал ошол киндик каны тамган жери ыдаңдын көрү дүнүйө чет кийбейсиң чоң кала атаңдын көрү сарала эми турга барала эденен дүнүйө башын жерге салды эле эки күнү болуп тур канчыбак менен кансыргак менен Алмамбет ошондо алыска гана төшөп калды эле